Сіздерме құрметті достар. Енді сіздерге мен алдыңғы видеомда глоксиния, апельсин туралы айтқан болатынмын. Енді глоксинияны мен Пятигорскіден алып келдім да, клубнясын егіп өсірдім, гүлін бәрін көрсеттім, жақсы өзіме ұнады, өзім егіп, өзім өсірген гүлдерді мен жақсы көрем, чем былай готовый сатып алғаннан. Енді апельсинді де сол тұқымдан өсіріп ектім, көрсеттім сіздерге, сабағын көріп. Енді сіздерге жакаранды туралы айтқым келіп тұр. Жакаранды деген, бұны мен цветочный магазиннен тұқымын сатып алдым да, жакаранды. Случайно сатып алдым да, просто егейін деп ектім. Егіп, осындай етіп, міне өсті. Бұны былтыр алған болатынмын. Қазір бұған 1 жыл болды. Енді осы жайлы мен информация іздеуім керек. Интернеттен қарадым, қалай өсіру керек, қалай суару керек, қандай жағдайлар керек. Соның бәрін қарап іздегенде, ондай ешқандай ештеңе таппадым. Енді өзім эксперимент жасап, жаңаға су шашқанды жақсы көреді, су шаштым. Как обычно гүлдер сияқты, тоже уход жасау керек, су құю керек, бірақ керімдей сондай үйіп төгіп судың құюға қажеті жоқ. Чуть-чуть влажный қылып топырағын, енді қарап, бетін құрғап қалған кезде құясында, сосын түбінде су жиналмау керек қой, енді түбіне су жиналмау керек, астында горшок бар, мен сол артық суын төгіп тастап, жарық жерге қойдым. Күнді де өте қатты жақсы көрмейді, бірақ жарық жерді жақсы көреді. Прямой солнечный луч дейді ғой. Енді прямой күннің астына түсіп тұрғанда да жақсы көрмейді. Жапырағы өте сылбырайып, майысып кетеді да, мынандай қылып. Сосын қайтып жарық жерге қойып, су шашып кішкене етсем, мыналар бүйтіп көтеріліп, жапырағы көтеріліп, мына үстік жақтары көтеріліп тұр, жапырағы көтеріліп, жақсы болып қалады. Содан айырып істеп, міне өйстіп уход жасап, қазір осындай кезге дейін өсірдім. Жакаранды бұл басқа елдерде өсетін ағаш, 25 метрге дейін, 25 метр биіктікте өсетін үлкен ағаш. Сиреневый, фиолетовый гүл береді. Гүлі бар, бірақ енді домашних условиях дейді ғой, үйде гүл бермейді, үйде тек терек болып тұрады, жасыл желек терек болып тұрады. Жапырағы өте әдемі, пальма. Бұның шаңын сүртетіндей особы сондай жапырағы жоқ, өте уақ жапырақтар, мынандай пальма, және сол пальмадан мынандай өте жапырақтары уақ, бірақ әдемі, сондай нежный, нәзік гүл. Ұстасаң нежный, нәзік гүл. Әдемі гүл. Осы жакаранды туралы сіздерге көрсетіп отырмын. Енді сіздерге бір история айтайын. Кеше цветочный магазиннен тұқым алайын деп барсам, гүлдердің бәрі өліп, дүкенші қыз дұрыстап қарамай, су шашпаған, су құймаған, сондай гүлдерді уход дұрыс жасалмай отыр екен. Содан хозяинына телефон соғып сөйлесіп, 5-6 гүлін алып кеттім де, арзан бағаға алдым да, үйге әкеліп, табаққа су құйдым да, үстінен даже құйған жоқпын, астынан суарып, бір түн қойып қойдым таңертеңге дейін. Енді басқа гүлдерін білем. Шлюмбергер дейді, декабрист тоже өлейін деп тұр, оны да алып тірілтіп алдым. Епенменен емдеп, құйып, епен деген удобрение ғой, сонымен құйып, емдеп, сосын осындай гүл алдым. Енді сіздерден сұрағым келіп тұр, бұрын менің бұндай гүлім болған жоқ. Мынандай әдемі гүлді, бұл суарғаннан кейін гүл беріп тұр мынандай қалып. Енді осы гүлді кім білет атын, маған жазып жіберсеңіздер екен комментарияға, қандай гүл екенін. Осы гүлдің атын мен білмей тұрмын. Жақынырақ түсірші. Аты қандай гүл екенін мен білмей тұрмын. Осындай уақ-уақ ақ гүл атып тұр. Гүлі мынандай, осы су құйып баптағаннан кейін осындай ақ гүл берді. Бұл да жапырағы өте әдемі, декоративный лист, жапырағы әдемі гүл. Видеом ұнаса, лайк қойыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар, гүлдер жайлы әңгіме айтайық. Ставьте лайк и подписывайтесь. Пока-пока.